ойнам. Мен андай жігітпін ғой. Секретный. Жоқ, мен секретный агентпін ғой ондай. Баяғыда бір Қазақстан чемпионы болған жоқ бұл ғой? Ой, жоқ. Сетант адам еді или бір? Айтпасаңшы ондайды. Памперс әкелу керек болады ғой. Соны сетант ма? Жеңбеген ме еш нәрсені өтірік айтасыз. Дауыс қалай болады ма? Бар ма? Бекер. Реквизит кім шегіп қойған? Болма? Кетті ба? Ал, құрметті көрермендер, TikTok'та бірінші болды өте көп сөйлеген жігіт. Әлде де сөйлеймін дейді, бірақ уже әңгімесі өзгеріп келген. Вызовқа шақырған ба? Иә, вызов. Әңгіме өзгерген жоқ, камерада сөйлей берем ғой мен, әңгіме өзгерген. Жоқ, сыртта өзгерді ма? Жоқ, өзгерген жоқ, дәлелің жоқ қой. Ал міне, бізде Мен сенған вызов тастаймын десе өзбекше. Мен Еркебұлан Тоқтарым фифада негізді. Бәрі тастай береді вызов маған. Енді мен Қуат Хамитов. Еш бірдеңе. Кімге? Соңғы сөзіңді айт, деміңді, соңғы деміңді. Сен қай командаға батсың, соған байланысты айтайын. Барсаң ғой, сен енді Реалды бер онда. Жарай, жоқ, мен Реалмен ойнаймын. Ойнай бересің ба? Реалға атына кір келтіресің. Бастайық, дайынмын. Көрейік, иә, жас. Жылау жоқ кейін. Жоқ, жылау жоқ, не? Кішкене мөлсіндеп бір жасағады болды. Ал онда, не жоқ шығар? Кет, тез бастамыз. Мыналарың ойыннан... Мына ойына сөз көп. Айтпы. Жоқ, енді просто андай қылып ғой. Нас кір шана Разогрев па? қалай қылады мына руководство. Так, руководство, кеттік. Кеттік, Яғни, тактикаға кірші, сразу тактикаға кірші. Тактикаға кірем. Болды, осы жақтан мен сразу 16 защитник қойып алайыншы. 16 защитник. 5 защитта қойып керек, бұл түсініп тұрмын, бұл примерно қалай ойнайтыным бар ғой. Неғып, Барселонаны батсың сен, Арман. Ау? Сен деген Қазақстан чемпионсың ғой, сен Корк Ситиді алу керек қой. Эль Классико болды. Бұл өзі көп сөйледі ғой, кімді алсаң. Самолетті ше. Сен кішкене қорқыныш бар да. Қорқыныш, конечно. Менде жоқ ғой. Жоқ. Әйтпесе сен Саутгемптонды алуың керексің ғой. Жоқ, бұл өзі айтты. Ана, мұны мен айтам, мен қойса егер. Мен сөйтіп шақырып алады ғой адамды, көрдің ба? Мен деген дейді. Маған қызық емес. Соған ілініп кеп отырсың. Ілінуің құтты болсын мінекей. Ілінгенде просто көрсетіп Іліндің, қармаққа іліндің. көрсетсең сен Кристал Пэласпен көрсетуің керексің. Бопты, қазір екінші ойында көрсетіп. Женский командан алып көрсетем. Бола ма? Бұл женский жағы мықты бұл. Так, оборонасы 5-3-2 удержаниямен ойнайын, дұрыс қой, жігіттер дұрыс түсіндер. 10 заштақ жатып алсай? Жігіттер дұрыс түсіндер, бәрін Реал. 5 қорғаушы, 3 қорғаушы, 2 шабуылшы дейді. 5-3-2. Мен қазір Байсуфин тактикасын ойнап отырмын. Так, мен 4 қорғаушымен ба? Иә. Мен қазір мынау гүлерге Саржан қопты, Саржанға алып тастайды. Али Алиев деген 6-0 есіме түсіп жатыр, ей. Так, защитаға ойын отыра берсін онда. Решфордты кейін шығарам. Ереке, сіз Реал жақсы көресіз ғой, кімді қойды защитаға? Деген Хейсенді қойды? Хейсенді қойса шын. Неге Гарсия тұр, кім қойды? Ау, темек шегеді. Бұл өзгертіп жіберді ғой, тактиканы, содан өзгеріп кетіп отыр ғой. Темек шегеді, вратарымыз қайда? Шешенсный ма? Кубар синий ағып жүр. Так, неді, Габи. Шешенсный. Короче, болдым мен, бос я. Не істеп отырсың? Кеттік. Мен енді управление аяқта істейміз, бұл баста. Қалай бастайды мынаны? Қайтадан руководствоға кіру керек. Жоқ, анонсқа кірір. Начать матч. Начать матч кеттік. Мен қазір управление істей алайын, асық ба? Мынау қатты дайындалады, мынау ма чемпион? Жоқ, қаттайын управление істемеймін, мен біреудікмен ойнайын ба? Сен вообще көз жұмып, ойнамай, бір-ақ қолмен ойнауым керек па? Конечно. Так, мен үшін үлкен ғанибет сен маған былай дайындалып атқан. Қорқыныш бар сенде. Так, настройки, параметры. Ага. По умолчанию. 5 минутқа қой. Особый 5 минут тұр ғой, фиксированный, включенный. Классический по игроку. Классический? Верховый. Тактический, стандартный, продвинутый. Болды. Тұра тұрсай, сен кісіліп тұр ғой? Камераны қойшы одан кейін. Параметрді. Жартылай тактический, жартылай классический болып тұрасың. Вам какой деп ше? Вам какой классический деп? Сен тактикамен ойнап атсың ба, защита? Қандай? Коппен ойнаймыз ғой. Қазір сондай болады. Қазір бала бер сондай болады. Сен не ғой? Сен менің тірлігімді араласпаш. Болды, камера жетеді. Маған осың қайыл, сен чемпионсың, сен ойнамай жатып қызық болып жатыр уже. Кеттік ал. Басталды ма? Все, болды ма? Так, мынау Барселона, Арман Пірманов, ақтағы ерсін ерік, сонымен матч басталды. Мен ана ақшасын төлеген ғой маған, комментатор болуым керек болып тұр, сондықтан ауыздарыңыз жауып отырыңыздар қазір. Мен ғана сөйлеуім керек, ақшамды атырап деп кетейін.
мінекей басы әлі басы. басы бұл. Так, екінші минутта. екінші минутта Енді өзі уақыты тез ғой. Сөйлемеші, сөйлеп отыр комментатор. Рафиня Сен ғой сөйлеп жатсың. Рафиня Кім салды? Рафиня салыпты. Қалай салды алай? О, девяткаға шыр көбелек айналдырды ғой. Ана, Барселонаның бүкіл фанбардағы болельщиктер мінекей қуанып жатыр екен. Екінші минут. Тоқтар, қайдасың десең? Еркебұлан, мен саған безді тоқтаймын. Повторы не пропускаем дейді турнирде, білесің ма? Давай кеттік. Что-то мен защитаға немене бәрін неткізіп алдым ба? Қамап Білмеймін. Біздің ұлттық құрама сияқты қорқып отырсың защитаға жатып алыпсың. Защитаға жаңарқадан бір жеті мынау. шақыру керек қой. Мынау не істейді мына бала? Кетті ғой мынау. Болды Қарсы ғой. қарсы. Өй. Ба? Блин, асық қойдым, менің қателігім. Так, Дейонгпен Жалпы мен өмірдің қатесі болып тұрсың ғой. Так. Ямал, девяткіге ғой мынау. Ой. Қоя ғой сіңілім. Ат кетті. Бұл енді мынау Арман Пірманов туралы, қарсыластар туралы айта отырайын комментатор болғаннан кейін. Өткенде Азия ойындарына барған ғой. Қазақстан құрамасының бас бапкері болып. Ой, сондықтан сен бұл жерде деңгей сәл тең емес болып тұр енді. Ерсін әуесқой деңгейдегі спортшы ретінде. Мынау енді Арман Пірманов кәсіпқой болып тұр, қанша дегенмен, бірақ дегенмен Ерсінде шабуылдап жатыр мінекей. Ертең дейді. Оны ертең. Ертеңге қалдырыпты бұл шабуылды. Ертең Лева кетті қарсы. сағат 12:30-да жалғасады дейді осы шабуыл. Ямал кетті ғой. Ямал дейді мінекей. Финпен. Асық қойын. Мынау Болмай қалды. Шымкенттен келген, сондықтан ШШ дегендерге мән бермеңіздер ардақтағы ағайын. ШШ. Екінші таймда қазір тактика өзгерту керек болды ма? Қандай тактика? Бірінші тайм болса ойнап берейік. Так, мынаны бүйтеміз. Пас береміз. Сөйтіп тебесің. Ара оқамен. Бәрекелді. Ерек, өзім мен қолын алмаймын. Сөйлеп қойды. Тоқта. Сразу өзгерт салайын. Камераны ма? Жоқ. Матчты, команданы. Бастай салайық. Джойстикті, локацияны. Кіріс тактикаға. Кірсе өзгерт енді. Мен неме ол? Қаншаншы минутте? 7-ші ма? Шот не өкітті? 8-9 болып қалды-ау. Реал өзі камбэктің командасы қоя түсейін. 4-3 Түсінде. 1-2 деген болмайды. 4-3. 4-3. 5 нападение шығар. Тоқта егер. Басқа вариантың жоқ. Осылай. 5-еу ма 6. Ең тактика қандай? Хейсин ана жақ кетіп қалды ғой. Хейсин ана жақ кетіп қалды. Болды, қайтамын деп отыр Соны Хейсин. өзгерту керек қой. Иә, өзгертемін. Қайт жатқа. Хейсин қайтамын деп отыр. Болды, ойнамаймын деп отыр. Қайтшы. Бұндай Барсамен ойнағым келмейді. Так, Төбесінде не жанып тұр ғой? Шок болып отыр ғой бұларда. Паника, төбелерінде паника жанып тұр. карьерасын аяққа келді ғой. Сосын Вальверде. Карьерасы деген кім ол? Талмайды екен. Не қылды? Не Реал не қылып жіберді? Не? Дин Хейсен мына жаққа қой. Не істеп отыр тұрған адамды былай Ол ауыстырып? бош. 5 сәт, 4 сәт. Ойбай, 14-ші минут деген ғой. Барманович Байсменовтың тактикасына. Хейсенің опорник болып кетті ғой. Біле ма бұл футболды негізі? Бұл Хейсен деген кеше тапалып болып тұр ғой енді. Повтор пропуска етпейміз, білесің ғой? Болсай уақыт жоқ. Қалай уақыт жоқ? Ой, Ойбай, қақа ауылға кетті ал. Ауылға кетті? Жаңарқаға қарай кетті. Жаңарқаға. Ауыл сияқпа ма? Қазір барып қайтады, бәрібір. Бүкіл Реал барып қайтады. Жаңарқалықтар, нужна ваша поддержка. Актовый залға жиналыңдар деп. Тоқтай тұршы. Тоқтай тұрыңдар. ДК-ға? ДК бар ма жаңарға? Маған қарсай, хоп. Хоп. Күтем ғой мен, күтем. Алыстан орағытып алдық келе жатыр. Арман жаман алдайды бұл. Ол Шымкентский ме? Шымкентте талай адамды алдаған ғой. Ей. Алыстан келеді. Жақындасаң, тұра бересің ба сол жерде? Айырылып қойын. Арбың, жырбың деген ойынға қойылған екен тактикасы. Бәрекелді артқа қарай пас. Оған емес. Қобалжу будет да болып жатыр. Кетті ғой мынау Жамал. Жамал, дейбе, ой! Пропуска детпесе бақ. Саусаққа да сенім жоқ деген екен баяғыда Арман Пірманов. Негізі саусаққа да сенім жоқ дегенді кім айтқан білесің ба Арман? Кім? Бір үлкен жасы 55-тен асқан апа айтқан ғой. Қой? Жаңағы врач айтқан ғой, апа еққа батсыз деген ғой. Содан кейін айтқан дейді ғой. Мынау. Барселонаның шабуылы. Өз матч жүргізбегелі біраз болды. КПЛ-ге қарағанда сендердің ойындарың ұнап отыр маған. Масқара ғой мына кәдімгі. Жетісу мен Қайсардың ойынына қарағанда күшті сендердікі. Енді бұл Жамал ма? Жамал ғой, жеткізбейді ғой, білесіз ба бұл?
мына бересің. Бұл бүйтеді Де Йонг. Бұның мынандай резкий скрытый пасы бар. И бүйтесің да Левамен былай. өткіз. Футбольный мышление дейді ғой оны. Жоқ, мынандай бар да, әркім өзінің жұмысымен айналысады. Қайдасың? Жоқ, Мен сені жақсы көре бастадым. Жоқ, қараңыздаршы, құрметті көрермендер. Әркім өзінің жұмысымен айналысады. Комментатор болу керек. Давай, жүргізіп отырып. Ермұхамед Мәулен сияқты. Иә, FIFA ойнайтын адам ол FIFA ойнайды. Басы әлі, басы. FIFA ойыны емес қой. Ауылдың адамы өзіне FIFA ойыны емес қой. FIFA ұстаз ойыны емес қой, ұнамаса өзіне қайтып берер деген бір сөзім бар еді. Сол есіме түсіп кетті ғой, FIFA деген сайын. Мынау сонда FIFA ма? Рафинеге қараңызшы енді. Рафине кетеді. Бүйтіп Леваға переключаться етесің да, и ашып аласың. Көрдіңіз ба? Сен мынау саусағыңа қарағанда аузың көп қимылдайды екен, ә? Шөт табу қойсаңшы. Мынаны қараңыз енді. Екеуің қалай істеп отырсың деп отырмын да соны. Ей! И аузың да, и қолың да қимылдайды екен. Мақтымын ғой. Қазақта сөз бар ғой, футболкасын тартып қата салайын, қолы қимылдағанның аузы мынау грязный ойнайтын қараңыз мынау. Йо, красный ғой мынау. Кір, лас екен, өзбекстандық боксшылар секілді. Лас ойнайтын бар ғой. Мына өзбекстандық боксшылар кір бокстасады дейді ғой, лас, грязный бокс дейді. Жоқ, сіздер ана сәл. Бұл енді комплимент деп қабылда. Ақмақ лас бар. Деңгейіне сай еместер мынау. 4-0 ма ереген, не ойлайсыз? 38 минутта енді білмеймін енді, масқара 4-0-ге жақындап келатсың. Мен мынандай ойнайтын білгенде кішкене. Жер жетпей жатыр еді. Шымкенттен ғой, Шымкентте жер жетпей жатыр, бәрі коттедж соғып тастаған ғой. Тойхана. Мынау қазір PlayStation'ды разработкасын Арманға берсең, жан-жағына коттедж соғып тастайды ғой. Поляның шетіне кәдімгі. Крейвен коттедж болды. Мінекей Барселона қайтадан қаптал арқылы шабуылдап келе жатыр. Мынау Ермұхамед Мәуленнің дауысына пародия салып тұр. Өстіп сөйлейді екен ғой, жалпы. Жалпы ойын туралы не дейсіз енді? Қызық болып ма сізге? Тырп еткізбей жатсың, жаман қатты не жатсың. Қазақстан чемпионы киберспорттан екеніңді дәлелдеп отырсың, Арман. Өтіп кетесің ғой. И дальше. Болмай қалды. Дальшыны сәл ерте айтып қойдың ғой. Бір гол ұратын шығар Реалда. Ұрамыз қазір. Бақы бар. Екінші таймда. Уақыт зымырау бар. Кембек келеді. Бір гол соғып алсаң болсын, бір гол жетпей тұр. Керек болып тұр, қазір ерсін ерік 0-3 есебімен ұтылып жатыр. Рафиня, Араухо және Ольмо гол соққан екен. Арман Пірмановтың командасынан. Бұл енді Алтыбақан деген команда ма сонда? Бұл сонда бір командаң бір еді ғой? Бар. Шымкентте. Жабылған жоқ па әлі? Жоқ. Жабылайын деп жатыр ау. Жабылайын деп қалған шығар, уақыты келіп қалды. Кеван. Сен бастаған жобалар 1,5 жылда аяқталу керек еді. Неге? Так, бүйтеміз. Мынау былай береді. Өзі Де Йонг бар. Де Йонгтың скрытый пастары жақсы. Соған сенім артылайсың ғой. Бүйтесің. Түлкі бұланға салады екенсің, сен? Түлкі бұланға салады екенсің деймін. Маған кетті. Макси чайға кетті магазинге. Тоқтайды. Қайда бар? Тоқтатты бұраға. Осындай пастардың апасын екенсің. Мені өсіп шыға берсей, қарапайым берсің, футбол деген. Принял, отдал дегенде ғой. Мені кеттім ғой, кірсі енді. Пасы өтпей, добы жетпей. Қалды ғой мына жерде Барселонаның, Реал Мадридтің қайтадан мінекей. Жамал болса болды екен ғой бұған. Бақытсыз Жамал деген кәдімгі. Мына жерде жыртып атыр ғой. Мына защитникті көтмен қайтарып отыр жұдып. Қай жермен? Көтмен. Майлы жермен деп бір кішкене синонимдермен айтсашы. 5-ші нүктесімен деген сияқты бір сөздерді аударып алып айтады. Так, мен бүйтейін, шетпен барайын. Бүйтіп шетпен барам. Бүйтейін да, Де Йонг. Скрытый пасы қайда? Міне скрытый пасы қараңыздар. Міне ғой, қалай? Ой, күшті. Күрт ойыстың бірі бар еді ғой. Аласаш, ана ойнақ түсіп кетті ғой. Так, бүйтесің. Мынаны шақырасың да. Мына Арманды смел алып қойып отыр екен жігіттер. Арман дегенге қорықпаңдар. Мына просто мен өзім скрытый пас Қазақстан чемпион дегеннен кейін. Мынамен былай. Осы балды ғой. Құртуға. Адам футболшылардың шаршап Пірманов, не тот жігіттер, серьезно айтайын, алып қоясыңдар. Қорықпаңдар, вообще қорықпай қойыңдар. Алты саусағы бар бір кісі келіп алып қоя ма? Менде де алты саусақ қой. Ол анау, шеміршек қол сенікі.
Сігір ма? Так. Мынау қазақта сөз бар ғой білесіңдер. Мынау қазақтың жері. Бармақтай шеміршектің білектей болатыны бар емес пе деген. Так, мынау Не былай. екенін түсінген шығарсыңдар енді. Түсінсеңдер комментарийге жаза кетіңдер дегендей ғой. Мынау былай. Бармақтай шеміршек. Пас берсе. Паспен болырмақшы ғой. Картайған ғой бұл уже. Жас Картайған деген. Арман, картайған Арыстан, мінекей көріп отырсыздар. отырсыздар. Кунде футболка сатасашы. Тісі түсіп қалған картайған Арыстан ақырып күн көреді дейді. Арман бір ақырып жіберші кәнекей. Дауысы да онша емес қой. Арыстанның ақырғанына ұқсамай қалды ғой мына бір. Мынау кімдікіне ұқсады? Мысықтікіне ұқсады. Так, бүйтеміз да. Ол бір Бермейміз, ғана оған бермейміз. Пас бере. Ай, мен Оқып қойын, оқиын ғой. Ой, ертең оқи салсай ғой. Уақыт созып жатырмын деп ойлаймын. Тоқта. Уақыт созып жатқан жоқсың ба жоқ? Мен гол сала алмай едім. Арманшыл, мына пас сен мына дегеннен ойыныңа жаңағы. қарап қазір. Ой, бо дейтіндер бар енді, рас. Ойына көреді. Қалай? Да, ойын сонда көріп тұр ғой. Мен 3-0 деген негізі қалай айтсам болады. Голдар да бір онша емес салынды да. Әдемі емес па? Әдемі емес. Жаңа бекті қалай өтті мысалы, сондай голдар керек. Әдемі, е? Іздеп тұрсашы, лёвасың ғой. Так, Ямал. Бақытсыз Ямал. Ямал. Тепсіз сөз жүрдім. Деп алмайды, тухы жоқ қой. Міне. Мына Куртуа бәрі ұстай ма енді? Тепсей тұрсап. Сол Куртуаның арқасында чемпиондар лигасы. Ертең, бұл атак істегісі келеді да, бірақ бұл балан. Болмайды. Енді Лёва жермен тепші. Ашылсын да алды жабық тұр ғой. Ертең, оқып тастаймыз ол. Неғып тартып ала бересің еді? Енді идеясы жоқ та баланың. Мінекей. Ай. Қиыс қой. Сен Короче, домашний заготовка бар менде. соңғы кездер сыртынан етіп жүрсің соңғы кездер, ә? Реакция бар ғой. Сыртынан кетіп қалады. Сыртына кетіп қалады сен доптар. Енді 6 бала шаға бар, не істейміз саған. Ой, мен басқа нәрсе айтып отырсам, Ей! айтып отырғанын қара. Так, мынау Даеңктің скрытый пасы бар, Жас иә? балдар көреді, ұялсаңдаршы. Скрытый пастан қорықпайтын болдық қой қазір. Міне. Офсайд. Правила сақтамайды ғой, офсайд. Анау замен сұрап тұр ғой, заменді білмейсіңдер ме жаңа. Дағанзағы өлгенше. Мыналарың түк ойнамайды ғой. Әбеке жаңа жіберген мастерлерін күш санап отыр ғой. PlayStation санап отыр ғой мыналар. Кнопка санап отыр ғой. Жастар 40-қа келген, 6 бала шағасы бар. Так. Мынаның пасы қайсет? X-бет деп қойсайшы. Арасында сөйтіп сұрайтындар ғой. Так, бітеміз. Баяғыда жүздендер. Бітеміз. И мен өзім тактикам бар. Жамал. Шиппен кіремін да бүйтіп. Отақ балам. Аха. И бітем. И на отмена финта. Бұлай. Мына дистанция ұстап тұр ғой қарасай. Дистанциясын. Әні. Үйді. Пенальти ғой анау. Реалға қарсы қашан көрмеймін пенальти. Футбол көретін бен ғой. Наоборот беру мүмкін ол. Міне кетіп баратыр Реал Мадрид. Пенальти фаворде Реал Мадрид дейін деп атыр. Теуіп өт болмай қалды. Артқа қарай ортаға пас. Дин Хейсенді қазір апордық қылып жіберген ерсін мінекей. Футбол комментаторы болғаннан кейін арасында осындай боп тұрады енді қателіктер. Бірақ мүйт қосты. Екі гол жетпей қалды. Екі гол. Енді лига емес қой, ә? Лига емес. Сен жарайды бұл товарищеский матч. Менің ютубыма. Жақсы. Но бірақ жігіттер бар спорт бар ішінде халық. Сәл бір 5 жылдық тренировка керек. бір апта дайындық керек. Бір аптадан кейін болады екен. Екі жыл Қалай береді. ойынна Қазақстан чемпионы ретінде ойын көрсетті? 2 жыл беремін. Енді білмеймін енді бұрын болған ғой бұл. Қалай бұл атак істемеді ғой? Шал оқып қалған ғой енді. Айттым ғой мен. Қарашы, статистиканы қарайық, міне. Интервью береді Даем. Міне. Общий сведения. Бұның саусағын Түркияға УТС-ке жіберу керек. Демалып жағында. Я бір өту керек. Қарашы, қанша удар істеген. Қараңызшы. Қаяқта тұр ол? Міне. Не мынау? Бірде 14 дейді соққылар. Ожидаемый голы 0,2-де 3-те 4. Мен енді бірінші рет ойнап тұрмын мына кісімен. Отборы 10-шы рет ойнасаң да. Жоқ, мен бар ғой. 10-шы рет ойнасаң да. Лигада кездесеміз ғой, лигада басқа ойын болады. Иә? Қазір енді жеңілген сөз құрсын дегендей нетпей ақ ойын. Осымен енді давай аяқтап жіберейік қандай қылып бар.
өзіңіз бірдеңе деңіз енді. Ойыңыз, пікіріңізді білдірсеңізші. Анау ұлттық құрама ойыннан кейін пікір білдіресіздер ғой. Сол сияқты. Әркім өз ісімен айналсын. Өзің сұрап өзің жауап беріп жатсың. Мынау Қазақстан чемпионы лайық емес қой. Самолетті не айтты? Ондай ойын емес. Оның саусағы Арман, бұл саусақ не көрмеді? 3 гол деген мен де соқтым ғой 3 голды жаңа. 14 удар істеді мен кірмесін естеймін. Қисық тебе бересің ғой сен. Шалай болып қалғанды мойындасай. Шал болып қалдың ғой енді картайдың ғой сен. Нормальный кісі. Комментаторлардың арасындағы сайыс болса, ерісінде мықты екен. Ол енді түсініп. Бірақ сен спортшысың ғой, кибер спортшы. Ұлттық құраманың бас бапкерісің. Сенің деңгейің бәрі білініп тұр енді Арман. Бірақ 3 гол аз ғой. Мен ойлағам ғой 10-0 қыламын. Кірмей жатыр ғой өзіңіз. Дұрыс істепсең кіреді да. 1-14-тен ұялмайсың ба бұлай? Жоқ, ол статистика. Тарихта Арман Пірманов 3,5 көп деп қойып қадалып отырмын осы отқанда. Көрдің бе? Елдің үмітін ақтамадың сен. Мен шырбағым. Мен жырбаған екен. Договорня ойнайды. Сонымен, бүгінгі матчта енді Арман сәл басым болды. Сәл емес енді әжептәуір көріп отырсыңдар. Ерсінді кішкене қолдап отқан ғой. Ұялмай айта беріңіз, қысылмаңыз. Бұл енді комментатор ғой. Енді онда комментатормен айналыссың да. Отырып алып аналитика айтпай, мен Арман. Жоқ, мен сені ұтуға сәлек қалды негізі. Бірде 14 удар мен ба? Енді келесі, бірінші рет ойнап тұрық, сен Қазақстан чемпионсың. Удар істемей ұта аласың ба? Сені зерттейді ғой енді. Енді сені жоқ, бұны зерттеудің бір ойын жетеді екен. Көрдің бе? Қандай пікірдесің енді айтшы. Бұны алып қойға болады екен. Шаршаған көрініп тұр. Баяғы Арман болса, енді басқаша болар. Бұл сөз мойындамайды. 40-қа келген саусақ баяғыдай емес, қисық кетіп жатыр. Анау, жаңа не, шеміршек не болады дедіңіз? Білек бармақтай шеміршек білектей болатыны бар ғой. Сон білек болмайған ғой бұл. Соны мойындамайды бұл. Сәл жақын отқанда диванда. Мен ойнайтын. Бұған жақындат камераны. Мен зрением да нашар да. 40-қа келген. Енді сол ғой енді сен шаршадың ғой. Саламай отырмын. Саусағы қисық Арман Пірманов сөйлесін деген. Қараңыз да, өміріңізде өзіңізден үлкен адамға ұтылуға бола ма ойыннан? Мен мысалы СССР кезде өскенмін. Ойын не екенін білмеймін мысалы. Совет өкіметінде өскен адам. Бұлар енді міне қазір жастар жаңа технологиямен өскен кісілер ғой енді. PlayStationмен көз ашқан. Бұған Сеганы қосып берші қазір. Сеганы аяғы. Біз деңгей ғой бұның деңгейі. Ереке біз фон лигада кездесеміз. деген ойын. Марио бар. Лигада кездесеміз, сол кезде соңғы сөзімді айтамын. Болды, давайте. Сонымен бүгінгі матчымыз аяқталды. Соңғы демін айтамын, соңғы сөзін емес.